Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге творожный пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырамыз. Алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне қант ұнтағын қосамыз. 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосып, араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Үйленген қамырымызды полиэтилен пакетке салып, холодильникке біраз уақытқа қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогымыздың үстіне қант саламыз, 2 қасық қаймағымызды қосамыз, ванильный сахар және кукуруз крахмалынан қосамыз. Және 2 жұмыртқа қосып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Сұйықтау 1 келкі масса болып шығады. Осындай болғанға дейін араластырасыздар. Енді осындай формамызға қамырымызды бір тегіс етіп жайып шығамыз. Міне жаймалап алдық, шетіндегі бортиктарында жақсылап нығыздап осылай айналдырып қолмен басып шығасыздар. Енді үстіне начинкамызды құямыз. Негізі бар болса замороженный ягоды қосып жіберсеңіздер, дәмі тіптен керемет болады. Менде болған жоқ, мен сондықтан өзім ғана пісіретін боламын. Шеттерін осылай қасықпен бір жүргізіп басып шығамызда, 160 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп дайын болды. Өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Жақсылап пісіріп, қонақ шақырғанда қонақтың дастарханына салуға да болады. Болмаса үйде де балаларға пісіріп берсеңіздер өте керемет. Разрезін көрсететін боламын, өздеріңіз көргендей өте керемет, шаймен ішкенге дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.